Сәлем достар, бүгін біз каналымызда күзгі көріністі саламыз. Ең алдымен күзгі көрінісімізді бейнелеу үшін қағазымыздың үстіңгі бөлігін жартылай бөліп, ақ түсті бояумен бояп шығамыз. Яғни бұл біздің кейінірек күлгін түс жасаймыз. Менде палитрамда күлгін түс жоқ. Сондықтан да мен көк түс пен қызыл түсті араластырамын. Сол кезде менде өте әдемі күлгін түс шықты. Ол күлгін түсті кішкене ақ түспен араластырып, аспанымды бояп шықтым. Енді аспанымыздың төменгі жағына қарай ақ бояуды қосамыз. Себебі біздің аспанымыз төмендеген сайын, жерге жақындаған сайын 1-2-3 тонға ақшылдау болу қажет. Кейіннен ақ түс пен күлгін түсті алып, бұлттың суретін бейнелейміз. Оның тәсілін қазір көре жатарсыздар. Бұлтымызды салып біттік. Енді бұлтымыз аспанымыздан жаңбыр жауғанын бейнелегіміз келді. Сондықтан да осылай кішкене ылғал кисточканы алып, бояуымызды төмен қарай осылай создық деп айтсақ болады. Енді бізге қоңыр түс пен қара түсті араластырып, ағаштарымызды, жерімізді бейнелей бастаймыз. Оны қатты ылғал емес, кисточкамен бояймыз ұрғылау тәсілі арқылы, және де бояуымыз сұйық болмау қажет. Енді бұл жерде күз екенін бейнелеу үшін бізге қызғылт және де сары түстер қажет болады. Қызғылт түспен ағашымыздың үстіңгі бөліктерін арасынан
ағашымыздың шеткі бөліктерін, яғни шыбықтарды, жапырақтарды осылай бейнелейміз. Енді бізге қызғылт сары түс қажет болады. Қызғылт сары түсті жасап алдық. Енді сол түс арқылы арасынан ортаңғы бөліктерінен осылай кезекті сабақтарды, жапырақтарды бейнелейміз. Яғни біздің күзгі жапырақтардың түрлі түсті палитрасын саламыз. Ендігі кезекте ақшыл қызғылт түс. Дәл сол техника бойынша. Ендігі кезекте бізде ақшыл сары түс. Ол түс арқылы арасынан жапырақтарымызды бояп шығамыз. Яғни многослойность дейді ғой, сол техника бойынша. Қазір бізге жуылған кисточка және де өзіміздің қоңыр қара түсіміз қажет болады. Яғни көлімізді ақырындап бейнелей бастаймыз. Біздің көліміз жай ғана су емес, яғни айнадай өзінің жоғары жағында орналасқан барлық табиғатты айнадай жарқыратып тұрады өзінде. Сондықтан да қандай тал, қандай палитраның бар екенін қарап, сол палитраның барлығын көлге бейнелейміз. Көлдің, яғни қоңыр аймағында бейнелеуге тырысамыз, қайталауға. Ақырындап суымызға көшеміз. Ол үшін бізге күлгін түс қажет болады. Төменгі жағын күлгін түспен
салып, жоғары жағына қарай ақ түсті гуашьпен ұрғылай бастаймыз. Қазіргі сәтте жапырақтарымыздың, сабақтарымыздың суретін қайталап жатырмыз. Және де оны ылғал кисточкамен созу тәсілі арқылы көлге түсіреміз. Көріп отқандарыңыздай, қызғылт түс жетіспеген жерде қызғылт түсті қосып, көлге де қызғылт түсті қостым. Кейіннен кисточканы алып, таза жуылған, тек қана кішкене ғана ылғал кисточкамен созу техникасы арқылы барлығын қайталап шығамыз. Былай қарап отырсақ, палитрамызда сары түс жетіспейтін сияқты, сондықтан да қанық сары түсті алып, арасынан осындай сары түсті жапырақтарды қосамыз.
Ендігі кезекте бізде жердің суреті болады. Мына жерде бергі жақта орналасқан жердің суреті, оны қара түспен сала берсеңіздер де болады. Кейіннен шетінде орналасқан кішкентай ғана қайықты бейнелеуге тырысамыз. Қайық, яғни орналасқан жері қамысты, шөпті жерде орналасқан, яғни жер, ол жерге қамыспен жердің, шөптің суретін бейнелеуге тырысамыз. Ол үшін біз қара түсті бояумен, жіңішке кисточкамен, сары түсті бояумен осындай шөптерді бейнелейміз. Кепкеннен кейін сары түстің үстінен бір-екі жерінен ақ түсті сызықшалар саламыз. Сол кезде жерге ұқсас, қамысты жерге ұқсас бейне пайда болады. Бұл жерде бізде қайығымыз кішкентай болады, және де бос қайық болады. Енді менің ең жақсы көретін мезеттерімнің бірі, ол бізде ақ түсті гуашты алып, немесе бояуды акварельді алып, осындай жарқылдың суретін салу. Яғни бізде көлдің өзіндік бір жарқылы болады. Су болғандықтан, мөлдір су болғандықтан соны бейнелейміз, және де шөптердің арасына ақ түсті қосамыз. Шыбықтар мен талдарымыздың арасына да ақ түсті бояуды қосамыз. Яғни ол көлеңкенің немесе күн сәулесінің түскен шағылысы деп айтсақ та болады. Міне суретіміздің соңғы элементтеріне жақындап қалдық. Егер де бізбен бірге сурет салғың келсе, біздің каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Комментарий қалдырсаң да болады.